Сәлеметсіздер ме, тыңдармандар? Бүгін мен сіздерге жаңа оқу жылына арналған «Менің отаным Қазақстаным» атты сынып сағатын қалай жасанды интеллектпен жасауға болады, соның жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына шейін көріп, тіркеліп отырыңыздар. Алдымен Google'ға Jane деп жасанды интеллекттің атын жазамыз. Бірінші шыққан сайтты ашамыз. Бұл сайтқа алдыңғы сабақтарда қалай тіркелу керектігін түсіндірген болатынмын. Енді мына тұрған көкті басып, ортасындағы популярный дегенді таңдаймыз. Осы жерде презентацияны басамыз, мына тұрған көкті. Сосын кейін презентация маған 10 бетке дейін керек деп таңдаймын. Егер 10-нан артық болатын болса, ол ақылы түрде болады. Енді сынып сағатының тақырыбын жазамын. Менің отаным Қазақстаным деп. Көкті басамыз. Міне осылайша 11 беттен тұратын презентация жасап берді. Жалғастырамыз. Фонын таңдаймыз. Презентацияның қандай болу керек? Көк болып кетеді. Тағы да түрлерін таңдайық. Презентацияның түрлері өте көп. Мысалы, мына бір фонды таңдайық. Енді терезенің жоғары жағында генератор деген бар. Оны басып жасалуын күтеміз. Міне, осылай бізге жасап беріп жатыр. Бұл Jane жасанды интеллектісі қазір бізге 10 бетті ағылшын тілінде жасап береді. Бізге ең бастысы уақыт үнемдеу, содан кейін дизайны. Көбінесе біз дизайнға көп уақытымызды жіберіп аламыз ғой. Міне, енді бізге жалпы дизайны мен мәтіндер бәрін дайындап береді, тек ағылшын тілінде. 10 беттен тұратын. Дайындап жатыр. Енді бірінші беттен бастап сіздерге қалай жасап бергенін көрсетейін. Табиғат жағдайына тоқталған, мәдениетіне, дәстүріне, ұлттық тағамдарына тоқталған. Осындай ерекшеліктеріне, елдің жетістіктеріне, экономикасына, біліміне, географиялық орналасуына тоқталған екен. Енді біз бұны қалай өзімізге көшіріп аламыз? Міне жоғары жақта 3 нүкте тұр. Сол жерде экспортты басып, PowerPoint деген түрін таңдаймыз. Жоғарысында PDF түрі деген бар. Қайсыны таңдасаңыз да өз еркіңізде. Мысалы, маған PowerPoint түрі керек. Бұл көшіріліп жатыр, сақталып жатыр компьютерға. Кішкене уақыт кетеді. Түсті көшіріліп, ашып көрсетейін. Міне 10 беттен тұратын слайд. Дизайны мен мәтінімен дайындап берді. Енді біз бұны ағылшын тілінде тұрғандықтан Google перевод дегенді ашамыз. Google переводты ашамыз. Осы жерде ағылшын тілі, қазақ тілі деп таңдап алайық мына жаққа. Енді жаңағы көшірілген сөзді переводчикке салып аударып аламыз. Бұл енді тақырыбы. Мен сіздерге жай көрсетіп отырмын. Бұны аудармай-ақ өздеріңіз бірден «Менің отаным Қазақстан» деп жаза саласыздар. Міне осылай аударып қоясыздар. Мына жерге кетіп қалды. Жалпы былай нетсе кетіп қалады екен. Қазір
осылайша сөздерін ауыстырып аламыз. Барлығы да сөздері осылай ауысады. Әр қайсыны ауыстырып, жаңағындай Google переводчикқа салып ауыстырып аласыздар. Ең бастысы, бұл жасанды интеллект арқылы біз презентацияның әдемі дизайнын шығарып аламыз. Осылайша презентацияны жасап алуға болады. Егер достар, менің видеом ұнаса, каналға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер.